Қазақ хандығының қалыптасу кезеңінен бастап, дала батырлары біздің халық пен ұлан байтақ жерімізді қауіп-қатерлер мен жаулардың басқыншылықтарынан қорғады. Қазіргі уақытта Қазақстанның арнайы қызметкерлері ата-бабаларымыздың аманаты, мемлекетіміздің қауіпсіздігін қамтамасыз ету жұмысын жалғастыруда. Ұлттық қауіпсіздік комитеті қызмет ету жылдарында әлемдік арнайы қызметтер арасында өз орнын алып, құрметті мәртебеге ие болды. Ведомствоның кадрлық құрамының негізі мамандырылған жоғары оқу орны Ұлттық қауіпсіздік комитеті академиясының қабырғасында қалыптасады. Бүгін біз сіздерге осы академиядағы қызметкерлердің даярлығы мен оқуы жайлы айтып береміз. Армысыздар достар, біз сіздермен қадірлі де қасиетті шаңырағымыз Ұлттық қауіпсіздік комитетінің академиясындамыз. Отанымыздың құпия қорғаушыларын, кәсіби жедел қызметкерлерді дәл осы жерде дайындайды. Бүгін біз 50 жылдан бері жұмыс істеп келе жатқан Ұлттық қауіпсіздік комитетінің кадрлық ұстаханасының біраз сырына үңілмекпіз. Барлаушылар туралы заманауи фильмдер арнайы қызметкерлердің өмірін шытырман оқиғаға толы романтикалық күйде суреттейді. Жауды қуу, атыс, әсерлі қоян-қолтық ұрыстар. Алайда оның көпшілігі автордың қиялынан туған. Романтикадан мүлдем ада болмаса да, бұл сала үлкен атақ іздейтіндер үшін емес. Сонда да қазақстандық арнайы қызмет сақшылары жедел қызметтің қыр-сырын толық меңгеруі керек. Ал бұл экрандағы қаскөйлерді жоюға қарағанда әлдеқайда маңыздырақ. Бүгінде көптеген жас патриоттар осы элиталық оқу орнына түсуді армандайды. Алдарыңызда болған жігіт академия табалдырығын аттаған бақытты жандардың бірі. Ол күрделі іріктеу кезеңінен өтіп, емтихан мен сынақтарды сәтті тапсырды. Алда оны талай жылдарға созылатын ауыр жұмыс пен сынақтар, жаңа сенімді достар мен таңғажайып жаңалықтар күтіп тұр. Ендеше Ұлттық қауіпсіздік комитетінің академиясын аралап, сіздерді қызықтыратын сұрақтарға жауапты бірге іздейік. Мұнда кімдер оқиды, оларды кімдер оқытады, қалай оқытады, не үйретеді? Бірақ алдымен біраз тарихқа үңілейік. Көрінбейтін майдан жауынгерлерінің бірнеше ұрпағы үшін альма-матер атанған оқу орнының даңқты дәстүрлері мен 50 жылдық бай тарихы бар. Академияның қызметі өткен ғасырдың 70-ші жылдарынан бастап алады. 1974 жылғы 5 тамызда КСРО мемлекеттік қауіпсіздік комитеті төрағасының бұйрығымен Қазақ СССР астанасы Алматы қаласында КСРО министрлер кеңесі жанындағы мемлекеттік қауіпсіздік комитетінің басшылығы мен жедел қызметкерлерін жетілдірудің тұрақты курстары құрылды. Одан кейінгі жылдары курстардың профессорлық оқытушылық құрамы кеңейіп, материалдық базасы нығайды, оқу бағдарламалары мен оқыту әдістемесі жетілдірілді. Тарихқа көз жүгіртсек, Ұлттық қауіпсіздік комитеті академиясы қалыптасуының бірнеше негізгі кезеңдерін атап өтуге болады. Қазақстан тәуелсіздік алғаннан кейін алға ұлттық қауіпсіздіктің түбегейлі жаңа жүйесін құру міндеті қойылды. Кадрмен қамтамасыз ету міндеті егеменді жас мемлекеттің барлау қызметкерлерін дайындайтын еліміздегі жалғыз арнайы оқу орны Ұлттық қауіпсіздік комитетінің кадрлық шеберханасына жүктелді. Арнаулы жоғары оқу орны ата-бабадан қалған айбын мен рухани құндылықтарға сүйене отырып, дамуының барлық кезеңдерінде өзіне жүктелген жауапты міндеттерді лайықты орындағанын бүгін қанағаттанарлықпен айта аламыз. Бұл жетістіктерге жоғары оқу орны қызметкерлерінің және әрине оның басшыларының бірнеше буынның жанқиярлық еңбегі мен адалдығының арқасында қол жеткізілді. Қазақстан тәуелсіздігін алғаннан бері білім ордасын өз міндетінің ерекше маңызын сезіне білген тәжірибелі мамандар басқарды. Біз бүгінде олардың есімдерін ризашылықпен айта аламыз. Олар Нұрахметов Тоқтархан Нұрахметұлы, Әбсәметов Сләм Құдысұлы, Бекмұхамбетов Нұрлан Нұртайұлы,
Отарбаев Шаймурат Шаукетұлы, Шаяхметов Әділ Шаяхметұлы, Нұрбеков Қозбасар Болатбекұлы, Кенжебеков Ағдарбек Көкежанұлы, Жүнісов Танат Рымбекұлы. Арнайы жоғары оқу орны қалыптасуының әртүрлі кезеңдерінде оның әрбір басшысы ұлттық қауіпсіздік органдарында кадрлар даярлауға зор үлесін қосты. Сонымен ерекше оқу орнының даңқты тарихына біраз үңілдік. Енді академияның қазіргі жағдайын сөз етейік. Бүгінгі ұлттық қауіпсіздік комитеті академиясының рөлі мен міндеті қандай? Қазақтың сөзі бар, жүзден жүйрік, мыңнан тұлпар дегендей, біздің әр курсантымыз өте дарынды, талантты балалар болып табылады. Сол себептен мен қазіргі таңда оқып жатқан курсанттардың аналарына өте үлкен ризашылығымды білдіргім келеді. Әр жастың өмірінде ұзын жолға шығардың алдында қоя алатын сұрақтар бар. Ертеңгі күні мен кім боламын? Отбасыма, еліме, отаныма қандай қызмет жасаймын? Елге, жерге, отанға қызметті, мінсіз қызметті дайын болу үшін біріншіден ата-анасының тәрбиесіне байланысты. Академия кімдерді оқытады деген сұрақтан бастайық. Академиядағы білім беру 4 деңгейлі жүйе бойынша құрылған және білім беру қызметтерінің толық кешенін қамтиды. Бакалавриат және оқу мерзімі 3 айдан 10 айға дейін созылатын қайта даярлау курстары. Магистратура 1 жылдық және 2 жылдық. Оқу мерзімі 3 жыл болатын докторантура. Біліктілікті жоғарылату курстары. Көріп отырғанымыздай, оқу үдерісі үздіксіз жүзеге асырылады. Яғни, кәсіби білім алу академияға қабылданған сәттен басталып, қызметкердің бүкіл өмір бойы жалғасады. Ұлттық қауіпсіздік комитеті академиясында кім сабақ береді деген сұраққа жауап беретін болсақ, оқу үдерісін 6 факультет, 4 дербес кафедра, тәрбие беру басқармасы және ғылыми зерттеу институты қамтамасыз етеді. Факультеттер қарсы барлау, террорға қарсы дайындық орталығы, жедел іздестіру, жедел техникалық дайындық және ақпараттық қауіпсіздік, құқықтық және гуманитарлық дайындық, жеке кафедралар, тілдік дайындық, аналитикалық қызмет негіздері, басқару негіздері, жауынгерлік және дене шынықтыру дайындығы, тәрбие және әлеуметтік жұмыс басқармасы, ұлттық қауіпсіздік комитеті академиясының ғылыми зерттеу институты. Енді біздің академиямыздың ең басты ерекшелігі ол әрине барлаушы мен қарсы барлаушыларды дайындау. Одан басқа курсанттарымыздың 12 шет тілін меңгеруге мүмкіншіліктері бар. Әрине курсантымыздың әрқайсысы заманауи ақпараттық технологияларды терең білу, ғылыми проектлерімізге қатысу, одан басқа салауатты өмір салтын ұстау. Осы жолда көптеген секцияларымыз бар. Мысалға футбол, волейбол, жүзу, шығыс жекпе-жегі, қойған қолды ұрыс секциялары бар. Жоғарыда айтылғанның бәрі болашақ ұлттық қауіпсіздік комитетінің офицеріне өз борышын жоғары сапалы түрде орындауға мүмкіншілік береді. Арнайы жоғары оқу орнының алтын қоры өздерінің жедел қызметтегі мол тәжірибесі мен ғылымдағы жетістіктерін жастармен бөлісетін оқытушылар мен тәлімгерлер ұжымы. Бұл жерде 200 оқытушы мен 25 ғылыми қызметкер жұмыс істейді. Педагогтардың біліктілік деңгейін атақ дәрежесінен ақ байқауға болады. Олардың ішінде 6 ғылым докторы, 32 ғылым кандидаты, 10 PhD докторы, 114 магистр қызмет етеді. Академияның өз диссертациялық кеңесі бар. Құпия қызметтер дәстүрлі түрде білу, яғни жасай алу деген қағидамен жұмыс істейді. Ал ұлттық қауіпсіздік комитеті академиясы да бұл қағидадан қалыс қалған жоқ. Сондықтан оқыту мен білеміннен бастап, мен істей аламын деген қағидаға қарай кәсіби бағытталған әдіске негізделген. Ұлттық қауіпсіздік академиясында не оқытады деген сұрақта қызықтыратын шығар. Жедел қызметкердің дүниетанымы кең, теориялық дайындығы мықты болғаны өте маңызды. Ол сондай-ақ әртүрлі практикалық дағдыларды да меңгеру керек.
Ал Ұлттық қауіпсіздік комитеті академиясының қабырғасындағы білім беру бағыттары мен пәндерінің толық емес тізімі төмендегідей болады. Қарсы барлау қызметі, терроризмге қарсы іс-шаралар, жедел іздестіру қызметі, жедел техникалық қызмет, мемлекеттік байланыс, киберқауіпсіздік, криминологтар мен жарылғыш заттар бойынша мамандарды даярлау курстары, IT дайындық, шифрлау ісі, құқықтану және гуманитарлық пәндер, лингвистика, аналитика, басқару, жауынгерлік және дене шынықтыру дайындығы, экстремалды жүргізу, полиграфология, оперативті психология, профайлинг және басқалары. Көптеген оқу пәндерінің ішінде арнайы пәндерге басымдық беріледі. Бұл болашақ мамандықтың негізі. Криминалистика жедел қызметкерлердің жұмысындағы өте тиімді құрал, және ол бір орнында тұрмайды. Үнемі өзгеріс пен дамуда болады. Енді бұл туралы маманнан кеңірек сұрайық. Криминалистика академияда оқытылатын пәндердің бірі ғана. Басқа арнайы пәндерге келсек, тіпті кейбірінің аты да құпия. Алайда оперативті психология сияқты қызықты пәнді атауымызға болады. Әлем әдебиетінің классигі Уильям Шекспир бүкіл әлем сахна, ондағы адамдар актер деген екен. Жедел қызметкер үшін бұл сөздер кейде тура мағынаға ие болады. Академияда оперативті психологияның профайлингі, оперативті рөлдік бейнеге ену сияқты салаларын оқыту кездейсоқ нәрсе емес. Осы дағдыларды меңгерудің арқасында жедел қызметкер кейде қиын жағдайлардан да шығып кете алады. Онға нарушитель, оның алдында. Аға, кешіріңіз, сіз кімсіз? Базарбай. Базарбай? Аға, сіз не істеп жүрсіз бұл жақта? Бұл жабық аумақ қой. Базарбай. Бұл жаққа кіруге болмайды. Досым туған күніне Қандай туған күн аға? Куәлігіңіз бір нәрсе? Жоқ аға, мына жақтан шығу керек, сізге болмайды. Досым туған күніне. Жоқ аға, қандай? Досым. Қандай? Бауырым, біз өзіміз үйде аға, жүріңіз. Өзіміз бауырым, мен өзім жіберем. Аға, жүріңіз дейміз. Бауырым, өзіміз деймін, сенбейсің. Өзіміз үйде деймін аға, мен сізге. Урсан Тибраев оператив кейіпке ену рөлі бойынша оқу жаттығын аяқтады. Ой, сабақ болып отыр деп айтпайсыздар ма? Ұлы Абай Құнанбайұлы екі тілді білетін адам, екі адамға тұрарлық деген. Абайдың бұл сөздері жедел қызметкердің кәсіби шеберлігін тамаша баяндайды. Сәлем жігіттер, сіздер бір минутқа бола ма? Саламатсыз ба, болады. Сенің атың кім? Менің атым Дмитрий. Қалың қалай, Дмитрий? Жақсы, рахмет. Сен қай жақтансың? Мен Қостанай облысында тудым. Қазір не істеп жүрсің? Қазір мен емтихандарға дайындалып жатырмын. Рахмет саған. Сәлем, сенің Hi атың there, кім? my name is Nurdaulет. Қалың қалай, Нұрдәулет? I'm pretty good, stuff's going well, thanks for asking. Сен не істеп жүрсің? So, I'm going to participate in Olympia in English language. Сәттілік тілеймін. Thanks. Сәлем, қалайсың, атың кім? 你好，我很好，我叫奥布莱，我是民族安全委员会3年级的学生。 Қалың қалай бұлай? 很好，谢谢你呢。 Жақсы, жақсы. Сен де оқу қалай? Үйрендің ба? Оқу ұнап жүр ма? 是，我喜欢学习，在我们的大学。 Рахмет сендерге жігіттер, сәттілік тілеймін. Thanks. Кездескенше. 谢谢。 Академияда курсанттардың ғылыми қоғамдастығы жұмыс істейді. Онда жастар жедел қызмет мәселелері бойынша ғылыми зерттеу жұмыстарына қатысады. Оқы балам. Ғылым біздің жылдам ағып келе жатқан өмірдегі тәжірибені жеңілдетеді. Ақын Александр Сергеевич Пушкиннің бұл сөздері біздің дәуірімізде де өзектілігін жоғалтқан жоқ. Өйткені біздің досымыз таңдаған мамандықтың шеберлік шыңына жол сілтейтінде көптеген сырларының кілті болатында ғылым. Болашақ жедел қызметкер жедел және арнайы тапсырмаларды орындау үшін әскери қолданбалы дағдыларды меңгеру керек. Смена магазина.
Жедел қызметтерде мынадай постулат бар. Мылтық шығарылған жерде барлау аяқталады. Бұл артық айтқан емес шығар. Өйткені жедел қызметкердің ең маңызды қаруы оның ақылы мен кез келген жағдайды тез талдай білу қабілеті. Дегенмен жедел қызметте түрлі жағдайлар болып тұрады. Сондықтан қызметкер атыс қаруының барлық түрін меңгеруі керек. Болашақ жедел қызметкер жедел және арнайы тапсырмаларды орындау үшін әскери қолданбалы дағдыларды меңгеру керек. Ежелгі шығыстың жекпе-жек шеберлері ең жақсы ұрыс болмаған ұрыс деп айтқан. Бірақ жедел қызметкерлерге кейде дайындығы мықты, жақсы қаруланған қылмыскерлермен бетпе-бет тура кездесуге келеді. Ондай жағдайда нағыз опер жеңіске жетуі керек. Жедел және арнайы міндеттерді сәтті орындау үшін қызметкерлердің денсаулығы мықты, дене бітімі шымыр болуы керек. Сондықтан академия курсанттары мен олардың тәлімгерлері барлығы спортпен шұғылданады. Академия басшысы бастаған барлық қызметкерлерде спорт кешеніндегі жаттығуларын үзбейді. Күні кешеге дейін террорлық актілер бізге қатысы жоқ алыс елдерде, жер бетінің басқа жағында болатын құбылыс сияқты еді. Алайда, өкінішке орай, бұл зұлымдық біздің үйіміз Қазақстанның да есігін қақты. Терроризмге қарсы мамандарды даярлау терроризмге қарсы оқу орталығында жүргізіледі. Мұнда террордың жолын кесіп, осы қауіпке сенімді тосқауыл қоя алатын мамандарды дайындайды. Қазіргі арнайы қызметтердің жұмысын полиграфсыз елестету қиын. Өтіріктің детекторы деп аталатын құрал ұлттық қауіпсіздік органдары қызметінің әртүрлі салаларында қолданылады. Академия ұжымы Қазақстан мемлекеттілігін қорғау мен дамытуға қабілетті ұлттық элитаны тәрбиелеуге ұмтылады. Оқыту мен тәрбие беру бағдарламасы кәсіби жедел қызметкерді дайындауға бағытталған. Сондықтан Академияда болашақ жедел қызметкерлер бойына Қазақстан Республикасы ұлттық қауіпсіздік комитетінің корпоративтік құндылықтарын сіңіреді. Атап айтқанда, мемлекеттік мүдделерді қорғау және оларға басымдылық беру, құпиялық, кәсіпқойлық, адалдық, даму, қызметкерлерге қамқорлық. Академияда жастар бастамаларының орталығы курсанттар бірлестігі құрылған. Бұл өзін-өзі басқару органы курсанттардың ұйымдастырушылық қабілетін дамытуға және курсант өмірінің барлық салаларында шығармашылық күш-қуатты ынталандыруға арналған. Кез келген оқу орнындағы сияқты академияда да болашақ маманның қалыптасуы ең алдымен аудитория мен зертханаларда басталады. Бүгінгі таңда барлық оқу кабинеттері ең озық техникалық құралдармен жабдықталған. Бейнеконференция арқылы қашықтан оқыту мүмкіндігі де бар. Жатақханада курсанттар мен тыңдаушылар үшін сымсыз кең жолақты интернет орнатылған. Бір сөзбен айтқанда, арнайы оқу орнында толыққанды білім алуға да, жайлы өмір мен бос уақытты мазмұнды өткізуге де оңтайлы жағдай жасалған. Курсанттар мен тыңдаушылардың сүйікті орындарының бірі заманауи талаптарға сай салынған кітапхана. Мұнда кітаптың бай қоры жиналған. Дерек көздерді жылдам табуға арналған электронды база, жарық әрі жайлы оқу залдары, компьютермен жабдықталған бөлек жұмыс орындары бар. Курсанттар мен тыңдаушылардың денсаулығын сақтау ерекше қамқорлықты талап ететін мәселе. Академияның медициналық қамтамасыз ету бөлімінде тәжірибелі дәрігерлер, медбикелер мен лаборанттар жұмыс істейді. Шұғыл тексерулер зертханасы, физиотерапия кабинеті, сондай-ақ стационарлық оқшаулау және фильтрациялық емдеу бөлімі бар. Ұлттық қауіпсіздік қызметкерінің бойында қандай қасиеттер болуы керек? Арнайы қызмет маманы ең алдымен өз ісін жақсы көруі керек. Жедел қызметкер супермен болмаса да, көп біліп, қолынан көп нәрсе келуі керек. Ол көптеген ерекше дағдыларды меңгеруі керек. Мысалы, сақтық, құпиялық, ұстамдылық, байқағыштық, сабырлылық, жан-жақтылық, аналитикалық ойлау. Сонымен қатар, ол осы мамандықты мақтан тұтуы керек. Барлау мен қарсы барлау бұл өмірлік кәсіп. Бұл жерде жай ғана уақыт өткізуге болмайды. Қызметкердің өз ісіне деген шексіз құмарлығы мен риясыз сүйіспеншілігі қажет. Өйткені құпия қызметке келген адам бұл жолдан ешқашан айнымайды.
Жалпы Қазақстан Республикасының Ұлттық қауіпсіздік комитеті академиясына түспес бұрын ол туралы аз білетінмін. Тек сырттай оқып естігені болмаса. Алайда осы оқу орнының табалдырығынан аттаған сәттен қайда оқитыныма және кім болатыныма көзім жетті. Шынымен, Ұлттық қауіпсіздік комитеті академиясы білікті мамандардың ұясы деуге болады. Одан бөлек, біз оны ұмытылмас тәжірибе беруші ұстаз ретінде қабылдаймыз. Академия босағасына кірген бала бірнеше жыл өткен соң нағыз бой түзер қызметкер болып шығады деп әр курсант туралы еш күмәнсіз айта аламын. Академия өзінің түлектерімен мақтанады. Қазақстан Республикасы тәуелсіздігін алғаннан бері мыңдаған офицерлер осы оқу орнын бітіріп бүгінгі күнде қызметін атқарып жатыр. Олар халық мүддесі жолында өзін аямай нағыз патриот ретінде, азамат ретінде, білікті офицер ретінде қызметтерін жоғары сапа түрінде атқарып жүр. Біз осындай түлектерімізбен мақтан тұтамыз. Бұл бізге зор сенім мен мәртебе. Ұлттық қауіпсіздік комитеті академиясымен таныстырудан кейін көптеген жас патриоттарда академияға қалай түсуге болады, қандай емтихандар тапсыру керек, қайда хабарласу керек деген сұрақтар болар сөзсіз. Достар, академияға түсу шарттары бойынша кез келген ақпаратты Ұлттық қауіпсіздік комитетінің ресми сайтынан таба аласыздар. Сіздерге сәттілік тілеймін. Академияда кездескенше. Биыл Қазақстан Республикасының Ұлттық қауіпсіздік комитетінің академиясына 50 жыл. Соның аясында біз міне документалдық фильмнің түсірілімін бастап кеттік. Бүгінгі таңда мен 3 күн бойы өзімді курсант ретінде, курсанттың рөлінде сезініп, өзімді бір керемет, былайша айтқанда атмосфералық керемет сезімде осы жігіттермен бірге 3 күн бойы жұмыс жасадық. Бұндай документалдық фильмде атсалысып жатқаныма, өзімнің сәл де болса үлесімді қосып жатқаныма мен өте қуаныштымын. Осындай маған мүмкіндік берген ұжымға көп рахмет айтамын. Бұл академияның аймағында жүріп, керемет атмосфераға еніп, ең бастысы біздің бауырларымыздың көздерінде оттары бар, жалындап тұрған бауырларымызды көріп, біздің болашағымызға алаңдамауға болатынына көз жеткіздім. Оқып жатқан курсанттарға айтарым тек сәттілік, осы мемлекет жасап жатқан, академия жасап жатқан жағдайды жақсы пайдаланып, соны бағалап, білім алып, еліміз үшін қызмет еңбектеніп, таянбай еңбектеніп етіп жүре берейік. Мереке құтты болсын. Құрметпен, Асылхан Төлепов.